Еуразиялық экономикалық одақ Қазақстанның мұнайшылары үшін жаңа мүмкіндіктер ашады. Мәселен, Қазақстан шикізат транзитінің ең тиімді шараларын қарастырып, одан өзге мемлекеттердің нарығына шыға алады. Жалпы мұндағы мақсат қатысушы мемлекеттердің экономикалық дамуын жақсартып, қоғамның өмір сүру деңгейін көтеру. Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы өзге де мүмкіндіктер жайында тілші әңгімесінде. Еуразиялық экономикалық одақ құрылған кезде кеңістік елдерінің мұнай-газ саласындағы құбырлар жүйелері барлық қатысушы мемлекеттерге тең дәрежеде қолжетімді болмақ. Яғни Қазақстан еш қиындықсыз Ресей немесе Беларуспен шекаралас жатқан елдерге де шикізат экспорттауға мүмкіндік алады. Экономикалық одақ құрылған кезде біздің мұнайымызды транспортта, оны экспортқа шығару әлдеқайда жеңілденеді деп есептейміз. Соның ішінде ол екі жақтың, үш жақтың транспорттық тарифтері бірегей болғандықтан ол негізі төмендейді деп есептейміз. Сонда біздің бұрынғы экспортқа шығарып жүрген бағаларымыз әлде көтеріледі және пайдамыз көбейеді деп отырмыз. Тағы бір артықшылық, Еуразиялық экономикалық одақ аясында кеден одағына мүше мемлекеттердің мамандары еркін тәжірибе алмасып, өзі қалаған мұнай кәсіпорнында еңбек ете алады. Қазақстандық бір бөлек мамандарда Ресейдің жерінде, Беларусьтің жерінде де жұмыс жасағысы келетіндері бар. Соның ішінде мұнай саласында да аз емес. Бірақ оларға бүгінгі күнге дейін жұмыс жасаған кезде ол жерден рұқсат алу, тағы басқа жағдайлары олардың жұмысына кедергі келтіретін еді. Енді одақ құрылғаннан кейін ол жерге ашық түрде барып, ешқандай қиыншылық өзінің талап еткен, өзіне жақсы ұнайтын жұмыстарын жасауына мүмкіншілік береді. Сондай-ақ, болашақ мұнайшыларды дайындау кезінде де шәкірттер үшін қолайлы жағдайлар жасалмақ. Яғни студенттер экономикалық одақ аясындағы елдерде құжатбастылық мәселесінен арылады. Сәйкесінше, шәкірттердің алаңсыз білім алуына мүмкіндік ұлғаяды. Достық Талғатұлы, Жасұлан Шәкенов, Астана.